Сәлем достар, жаңа сериалыма қош келдіңіз. Бұл сериалдың аты «Жаңа мектеп» деп аталады. Түсіндіріп кетейін, бұл бізде басты кейіпкер, бұл қыздың есімі Әйгерім. Бұл бай отбасында тұрады, мамасы, папасы, олар бай адамдар. Және олар жаңа үйге көшіп келді. Әрине, Әйгерім жаңа мектепке барады. Маған міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіз, ал біз сериалымызды бастаймыз. Құрметті күнделік, мен ертең жаңа мектепке барамын. Мен өте қатты қорқып тұрмын. Менің класстастарым қандай болады екен? Мені жақсы көре ме екен? Әлде ұнатпайды ма екен? Жарайды, оны ертең көрерміз. Мен ұйықтауым керек. Ертең таң атпастан тұруым керек. Ал қайырлы түн бәріне. Әйгерім, тұра ғой, сен қазір мектепке баруың керек. Ой, қайырлы таң, Алина тәте. Қайырлы таң, бүгін мектепке баратының ұмытып кеттің бе соны? Жоқ, жүр, онда дайындалуымыз керек мектепке. Әйгерім, кел. Қазір саған шай қойып берейін. Ал, саған ас болсын. Рахмет. Дәмдісін-ай. Ал, жақсы, мектепке бара ғой, бірінші күнің сәтті өтсін. Рахмет, Алина тәте. Так, сендер мектепке барасыңдар ма? Иә, мектепке барамын. Есікті аштым, бара беріңдер. Сау болыңыздар. Балалар, сабақ басталуына әлі 5 минут бар. Соны пайдаланып сендерге бір жаңалық айтайын деп тұрмын. Қандай жаңалық? Бізге жаңадан оқушы келеді. Мә, шын ба? Иә, шын. Бірақ та ол қыз байдың қызы, және оның әжесі осы мектепке жақында директор болып келеді. Мә, саған. Сол үшін оны ренжітіп қоймай, жақсылап қарсы алып алыңдар, жарай ма? Әйтпесе бізге сын түспесін. Жарайды, апай. Уақыт болып қапты ғой, онда сабағымызды бастайық. Ал, кітаптарыңды ашыңдар, 5-ші параграфты. Сәлеметсіз бе, апай? Кешіріңізші, кешігіп қалған сияқтымын. Иә, кешігіп қалдым. Бірақ ешің кетпейді, отыра ғой, қалаған жеріңе отыр. Жарайды, апай. Сәлем. Сен есімің кім? Мен есімім Әйгерім. Ал сен есімің кім? Менің есімім Алуа. Танысқаныма қуаныштымын. Так, қыздар, тыныш, сабақта отырмыз ғой. Кешірім сұраймыз, апай. Сенде кітап жоқ па? Иә, мен жаңадан келдім ғой. Онда бірге оқиық. Ана қызды қара, келмей жатып подруга тауып апты ғой. Иә, өзінше главныймын деп ойлайды ғой, деме. Иә. Қыздар, сөйлемейміз, тыныш. 40 минуттан кейін. Мә, қоңырау наконец-то болды ғой. Айтпақшы, сен сонда шынымен де байдың қызысың ба? Иә, шынымен. Сосын сенің әжең осы жерге директор болып келеді деп жатыр ғой, шын ба ол, а? Оны білмейді екем, маған айтпапты. Мыналар мына жақта екен ғой. Бізден қорқып қашып кеттіңдер ғой, деме. Сендерден ешкім қашқан жоқ, сендер неге маған тиісіп жатсыңдар? Мен енді ғана келген қызбын ғой. Вот именно. Сен өзінше енді ғана келіп ап, главныймын деп ойлайсың ба өзіңді? Бұл жердің главныйы біз. Есіңде сақта соны. Сендерге не көрінді жаңадан келген қызға тиісіп? Қорғайтын подруга тауып үлгеріп апты ғой, ә? Иә, пысығын-ай мына қызын. Мен түсінбедім, сендер неге маған тиісіп жатсыңдар? Мен не істедім сендерге? И еще мен өзімді главныймын деп айтқан жоқпын. Мына қызын тілі бар екен ғой, ә? Иә, енді байдың қызы болған соң сондай болады да. Кеттік мына жерде, мен бұл жерде болмаймын. Қашып кетті бізден. Қорқақ қой мынау. Кеттік бізде. Так, балалар, үй жұмысын айтамыз. Так, үй жұмысын... Маған не үшін тиісіп жатқанын түсінбедім. Я, менде олар сені көре алмайтын шығар. Үй жұмысы мына қыз айтады. Мен ба, ағай? Бірақ та мен жаңадан келдім ғой. Онда неге сөйлесіп отырсың? Кешірім сұраймын, ағай, екінші қайталанбайды. Жарайды, сен білмейсің, үй жұмысына не берілгенін? Я, білмеймін. Так, онда үй жұмысын Айлин айтады. Мен ба, ағай? Бірақ та мен жасап келмедім. Отыр екі. Сауап. Үй жұмысын онда Алуа айтады. Ағай, жарайды, жасап келген ме? Қане оқып бер.
Мә, сабақ наконец-то бітті ғой, шаршап кеттім мен де. Әйгерім, жүр кеттік. Бұл кім? Бұл менің жүргізушім, бұл мені мектепке апарады, мектептен алып кетеді, сондай ағай ғой. Мә, күшті ғой сен, бай болғансың, сондайым бар шығар, я? Я жеке жүргізушім ғой. Мә, жарайды онда, сау бол, давай, пока. Жарайды, аға, кеттік. Мә, бай десе, шынымен бай екен, я? Иә. Әйгерім, жүр кеттік. Қарның ашқан шығар, я? Я, ашты. О, қызым келіпті ғой, кел отыр. Мектептегі күнің жақсы өтті ма, бірінші күнің қалай өтті? Я, нормально өтті. Қызым, неге көңіл күйін жоқ? Әлде жаман болып өтті ма? Жоқ, нормально. Не ешкім келеді, қарның ашты ма? Я, ашты. Бар онда, кухняға бар. Жүр кеттік. Маған мектептегі бірінші күнім ұнамады. Себебі маған тиісіп бастады.